Аршыдағы жасыл құс. Бірде пайғамбарымыз сахабалармен отырғанда миғражда көрген жасыл құс туралы айтып қалады. Серіктерінің бірі: «Я Расулалла, сіз жасыл құс туралы жиі айтасыз. Бізге соның баянын толық айтсаңыз», деп өтінді. Сол кезде пайғамбар: «Я, миғражда жүргенімде көрген жасыл құс қой. Оның қос қанаты күмістей аппақ, қауырсындары бір-біріне ұқсамайтын дүр гауһар, маржан меруертпен нақышталып сәнделіпті. Бір ғана денесінде 10 000 басы бар екен. Әр басында 10 000 ауыз сөйлеп тұр. Әр аузында жылтылдап тұрған 10 000 қызыл тілін көрдім. Әр тілі бір-біріне ұқсамайтын 10 000 тілде. Шатаспай, әдемі өзбен зікір айтып тұрды. Ол зікір айтқан сайын аспанға қарыштап ұша берді. Бір кезде ғарышының астына барып қонды. Мен Жебірейілден: «Бұл мен бұрын соңды көрмеген қандай құс?» деп сұрадым. Сол кезде періште: «Бұл мұсылманның аузынан шыққан кәлима ғой. Кім шын ниетімен ышық мұхаббатпен кәлима айтса, кәлимасы жасыл құсқа айналып Алланың дәргейіне келеді», деді. Мен құстың әр қарайғы қимылын бақыладым. Құс аршыға келген соң Алладан иесінің күнәларын кешуді сұрап жалбарынды. Бір кезде Раузан періште келіп жасыл құсқа: «Жәннатқа кір», деп бұйырды. Ол: «Ұлық Алланы есіне алып, кәлима айтқан иемнің күнәсі кешірілмейінше мен де пейішке кірмеймін», деді. Сол кезде Раузан: «Егер сен иеңнің таңдайынан кәміл күйде шыққан болсаң, ұлық Алла оның күнәсін кешеді, жәннатына кіргізеді. Ал сен жұмаққа қазір кір», деді. Құс: «Қашан ием жәннатқа кіргенше, соған көзім жеткенінше, мен осы жерде оған кешірім тілеп тұра беремін», деді. Сол кезде құстың 10 000 тілі 70 000 тілге айналып шыға келді. Және зікір айтатын 70 000 мақам пайда болды. Раузан: «Ұлық Алла саған риза болды. Ақырдың сағаты соққанша иеңе кешірім тілеп, аршыда отыруыңа рұқсат етті», деді. Құс көңілі жадырап, сұңқылдай жөнелді. Жебірейіл: «Ей Мұхаммед, үмбетіңе айт. Шын жүрегімен қанша рет кәлима айтса, ол сонша рет жасыл құсқа айналып, көкте иесіне шапағат тілейді. Қиямет қайымда сират көпірінен қанатымен алып өтеді. Таразы мизамға жеткенде сауабын кәлимамен толтырады. Иесі пейішке кіргеннен көзі жеткенше қасынан бір елі қалмай жүреді», деді. Уағыз біткен соң серіктері көмейлерінен жасыл құс ұшырамыз деп ынты-шынтысымен кәлима айтуға әдеттеніп кетті.